Бүгін бізде күн деген керемет болып тұр ғой, көктем болып, күн шығып, құстар ұшып аспанда. Сонымен менде күн жылы болғаннан кейін бүгін жұмыстарымды, сырттағы барлық товарларымды апарып почтадан салып жіберейін деп сырт жаққа шықтым. Мына жерде енді такси күтіп тұрмын. Көбіңіз қыздар декретте отырған қыз-келіншектер ғой, енді мені көбінесе көретін. Барлығымыз, мен де мысалы декретте отырған кезде мен ойлаған жоқпын осылай блогер боламын, парақшамды жүргіземін. Жаңа менде енді білесіздер, TikTok, Instagram, YouTube каналдарым бар да, жан-жақты жүргізгенді жақсы көремін. И үшеуіне де 3 түрлі видео саламын. Сондықтан барлық парақшаларыма тіркеліп алсаңыздар болады, қыздар. Мына көк сумкамды мүлдем тастамаймын ғой, өйткені малта бар сумкам деймін. Осы сумкамен қаншама товарларымды апарамын, сауда жасаймын, табыс табамын деген секілді. Мінекей енді почтаға келдім, өзімнің оқырмандарым біраз заттар заказ берген. Мен енді планшет сатамын, үйде енді кішігірім хит товарлар бар. Соның барлығын үйде отырып, бала-шағамның қасында ешқайда шықпай-ақ өзім енді солай сатып үйренемін. Өзім кішкентайымнан осылай саудаға жақынмын да. Мынаны сатқанды жақсы көремін. Қойды ол кішкентай ғана ручка болсын, хоть карандаш болсын, соны үстінен 1 теңге қоссам да өзімнің несібемді осылай таза еңбекпен тауып жүргенді жақсы көремін да. Осылай обедке шейін барлық шаруаларымды бітіріп үйге қайтамын. Қыздар, ютубта қандай видеолар жүктеген жақсы көресіздер, комментарияға жазып кетіңіздер, қандай тақырыпта қозғайын.